Алматы облысының әкімі Сұлтанғазиев Марат Елеусізұлы барша Алматы облысы жұртшылығы атынан көңіл айту хатын жеткізу үшін Алматы облысы аппаратының жауапты қызметкері Әшір Нұрғали Сапарбайұлына сөз беріледі. Қадірлі жамағат, қазақта қайғыны бөліссең азаяды, қуанышты бөліссең көбейеді демекші. Құрметті Ербол Шақпайұлы, өзіңіздің әріптесіңіз, көршілес жатқан Алматы облысының жұртшылығының атынан Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиевтің көңіл хатын аманаттап алып келіп отырмын. Сіздердің уақыттарыңызды алмай алғашқы сөзді оқып берейін. Желдібаевтар әулетіне, қазақ халқының рухани өміріне нәр берген құдіретті күй өнерінің қайталанбас тұлғасы, дәулескер күйші, композитор Әбдімомын Желдібаев ағамыздың қазақ мәдениетіндегі орны ерекше. Өзінің саналы ғұмырын күй өнеріне арнаған асыл ағамыздың есімі отандық мәдениет тарихына алтын әріппен жазылары анық. Күйші тәуелсіз еліміздің музыка өнеріне үлкен рухани құндылықтар сыйлады. Жұдырықтай жүрегінен шалқар шабытпен шыққан ерке сылқым күйінің өзі қазақ халқының жүрегінің төрінен ойып тұрып орын алды. Жақсы адам қазына жимайды, өзі қазынаға айналады деген осы болар. Қазақ күй өнерінің қара нарының қазасына орай Алматы облысының жұртшылығының атынан қайғыда көңіл айтамын. Ағамыздың жаны жаннатта, топырағы торқа болсын. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев.